Ассалаумағалейкум қазақ елі, кеш жарық. Мен Арыстан Каракушев, Арыстан Қажы Каракушевпін. Халық және рухани медицинаның профессорымын. Психобиоэнергия терапевтпін. Көріпкелі және мына Сатпаев академияны бітірген, соның экологияның мүшесін. Енді мына айтатыным осылай, менің мына деген 2016-да не болды ғой, отырыс су жайлы. Кешкісінде мына сағат 5-терде айтып жатыр, су жайлы алып кетіп жатыр деп нетіп алып, Петропавлды алып кетіп жатыр. Петропавл кетеді, ол полностью кетеді. Былтырана алғанды қайта салмау керек еді. Ол деген ойлардың да қайта келмейді деп па, айтқанды тыңдамайсыңдар. Бірақ өздерің біліңдер, сосын не, қазір Павлодар кетіп жатыр. Ертең мына Қостанай полностью кетеді, Павлодар да кетеді. Манағы отырыстағы мен айтқан былай, Назарбаев өз кезінде бүкіл заводтардың бәрінде сатып алып кетті ғой, бәрін. Ештеме жоқ. Дымда да қалған жоқ. Оны қазір мына біздің жерде бар байлықты қазір шетелге, жан-жаққа алып кетіп жатыр ғой. Солардың алмау үшін біздің ұрпақтарға қалсын. Бәрібір біздер одан ештеме қазір жасай алмаймыз. Бізде заводта жоқ, оны қайнатып қайта бірдеме жасайды, ондай да жоқ. Сосын мына алтындарға сливка жасайды, ол да жоқ бізде завод ететін жасайтын. Содан да мейлі қазіргі мына половодьеде мына суға кетіп жатыр ғой бәрі де. Сумен толсын бәрі де, судың астына кетсін. Негізі судың да құлағы бар, көзі бар. Оны мына қарттар біледі. Судың көзі мен құлағы бар, аяғы бар. Мына үшеуі бар неде, суда, судың. Ол деген мына қазір батырып бәрін, сол өзіне алып кетсін бәрі. Жердің астына алып кетсін бәрін. Сонда қалсын. Ертең нағыз неткенде біздің немерелеріміз болсын, балаларымыз болсын, солар деген оқып, білім алып, бәрін технологиясын алып, бүкіл лабораторияда міне ақтасы лаборатория салып, бәрін анализдерін жасаймыз десе, нағыз сондай тыныштық, сондай жасаймыз, өмір сүреміз десе, соларға Алла тағала бере қойсын. Болсын соларға. Бізге қазір онан алғаннан біз ештеме пайда көрмейміз содан. Абсолютно ештеме. Дым да көрмейміз. Қанмен толғанша сумен толсын да, қалайсың солай. Менің ойым солай. Сояқта мына бүкіл байлық тұрған жерде бәрі деген теңіз болып, сумен тек діп-діу болып кетсін. Бәрін су алып кетсін. Кетсін судың астына бәрі. Солай аман қалады. Басқаша оны қалдыра алмайсың. Қазір соғыс болады, таласады, қайтадан бір құртай бір хром үшін несін бәрдігіні рудан етеміз деп, оған да таласып, ештеме де керек жоқ. Қалсын бәрі. Сосын оны бәрібір алып кете алмайды. Керек па, су деген бүгін басып тастайды да, ешкімге бермейді оны. Оның Алланың табиғаты, ол деген біледі. Баяғыда қазаққа не үшін берген, неге берген, қанша біздің қазақ деген, сол үшін, бәрі бұна қазақ ұрпақты бәрін сақтау үшін қанша соғыс болды, қанша деген нелері, қолдар да шабылды, бастарын да шапты, қанша адамдар біздің кетті ғой, біздің қазақтардан. Кім болған жоқты осы далада, бәрі. Сөйтік, Исатайым Таймановтың жүрген жері бәрі де қандай керемет бәрі. Бәрі байлық бар жер ғой. Қалсын бәрі судың астында. Мен солай ойлаймын. Соған тырысам, су алып кетсін. Аман сау болайық, еліміз сау болсын, аман сау болсын, жақсы болсын бәрі де алдымызда. Жақсы басшы келіп, көтеріп, жақсылап, қазақтардың көзін ашсын. Қазақ шашылмасын.
Қазақша жасаса ел құриды. Солай болады. Ешқай жерде ештеме болмайды. Бәрі жақсы суға кетіп жатыр ғой. Анаяқтан отпен келеді, отпен кетіп жатыр. Аман сау болайық. Ал еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Барлығына зор денсаулық болсын. Ауырмайық.